Баяғыда бір шағын ауылда Еркенұр деген ақылды бала өмір сүріпті. Бір күні ол дастархан үстінде жатқан бауырсақты көріп, қандай дәмді, деп бір тістей салып еді. Кенет бауырсақ жерге домалап түсті де, жұмсақ дауыспен сөйлей бастады. Әй, балақай, мені неге тістеп тастайсың? Мен жай нан емеспін, менің өз тарихым бар. Еркенұр аң-таң болып қарап қалды. Сен сөйлей аласың ба? Иә, әрине, деді бауырсақ күлімдеп. Тыңда, мен саған өз сапарымды айтып берейін. Менің өмірім кең далада басталды. Бір жылы еңбекқор диқан ата жер жыртып, бидай дәнін жерге септі. Күн мен жаңбыр мені баптап өсірді. Жел мені тербетіп, табиғат ана маған мейірім сыйлады. Су тамшысы да маған көмектесті, мен де еңбектестім. Бидайды суарып, шөлімді қандырып тұрдым, достым, деп сыбырлады ағын су. Осылайша мен жай дәннен алтын түсті бидай масағына айналдым. Күз келді. Масақтар пісті. Егінші ата мен комбайншы ағай егінді жинап, мені қапқа салды. Комбайншы ағай терлеп тепшіп жұмыс істеді. Оның алақаны нағыз еңбек алақаны еді. Мені диірменге апарды. Онда мен етіп ұнға айналдым. Ақ үлпілдек ұн болып дорбаға салындым. Содан кейін мен наубайханаға жол тарттым. Наубайшыны су, тұз, ашытқымен араластырып, қамыр ереп, жылы жерге қойды. Мен үлкейіп, үлбіреп көтерілдім. Пештің ыстығында пісіп, алтын түске боялдым. Иісім бүкіл ауылға тарады. Солай мен бауырсаққа айналдым. Кешке мені дастархан үстіне қойды. Сен, Еркенұр, мені көріп қуанып едің. Бірақ мені жай тістей салдың. Енді міне, мен саған өз тарихымды айттым. Мен тек нан емеспін. Мен еңбектің жемісімін. Менің бойымда жердің құнары, күннің нұры, судың мейірімі, адамның еңбегі бар. Еркенұр ойланып қалды. Көзіне жылы нұр ұялады. Енді мен нанды ешқашан тастамаймын. Енді мен еңбекті бағалаймын, деді ол жай ғана. Еңбекті қадірлейтін бала нағыз дана бала.